Астарды тастар құрған түйір көрмей, тұп-тұтас жұдырығы диірмендей. Тоқпақсан, шомбал кеуде шор-шор иық, тұтқасы болса жерді үйіргендей. Саусағы алатаудың еменіндей, жотасы қаратаудың кемеріндей, жүзінен шаттық қайғы білінбейді, тұп-тұнық қараөткелдің тереңіндей. Ордадай омырауы алқа-салқа, жартастай бас терісті жаңқа-жаңқа, құлағы жұмырайған жырым-жырым, қарны бұлшық еттей қалта-қалта. Тұтасқан мойны дала жондарындай, білегі жолбарыстың қолдауындай, күрзідей қолдарының тегеуріні, атасы Қобландының қолдарындай. Сырбай Мәуленов. Көзге түрткісіз ақ түтек боранға қарсы, жарты тонна ет тиеген шананы жаяу сүйретіп біреу келеді. Бұл Ақмола уезіндегі кедей шаруаның баласы Мұқан еді. Ол ер жеткенше ауылдағы байлардың малшысы болды. Есейе келе Ақмола саудагеріне жалданады. Оны қожайыны парат жегіп береді де, Есіл өзенінің арғы жағасындағы қасапханадан сойылған қой етін әкелуге жұмсайды. 20 қойдың етін шанаға тиеп, түтеп тұрған боранда қалаға қайтады. Қалың қарға оппалаған аттар шананы жылжыта алмайды. Мұқан аттарды жегінен босатып, қамшымен шықпыртып қоя беріп, жарты тонна ет тиелген шананы жаяу сүйретіп келе жатқан жайы осы еді. Мынау 1913 жылдан бастап Орынборда Қазақ газеті шыға бастады. Ол 1918 жылға шейін шықты. 200, ұмытпасам, 65-66 нөмір шықты. Осы ең соңғы нөмірі былтыр ғана табылды. Сол газеттің сол кездегі негізгі қызметкері ғой, Байтұрсынұлы Ахмет Ахан бас редакторы, орынбасары Мыржақып Дулатов. Солар Қажымаған туралы өздерінің газеттерінде бірнеше материалдар берген. Сонда бір материалы Қазақ газетінде Қажымағанды ортасына алып, алаш-зиялылар суретке түскен. Сонда сол Қажекең туралы информация, ақпарат береді газетте. Қазақ газетінде беріледі. 13 жылы, 1913 жылы. Сонда айтады, осындай Қажымақан деген бізде алып тұлға бар, балуан бар. Ол ерекше таланттың, ерекше күштің иесі. Онда сирек кездесетін қазақ қоғамында біз үлкен тұлға, балуан. Ол қазір халықаралық жарыстарға қатынасып жүр. Ол оны Европа қоғамында спорт деп атайды. Осында қазақтар бізде қабылдауымыз керек. Сонда ел қатарында боламыз. Соны бір ғажап көрінісі, мынау Қажымақан деген азамат. Осы спортты игеріп жүр. Қазақ қоғамын үлгі көрсетіп жүр. Соны жастар қолдаңдар. Соның соңына еріңдер, соған еліктіңдер дейді. Жазға салым татардың дәстүрлі сабан тойы болады. Жиналған жұрт думандатып, ойын сауығын өткізіп жатады. Бірде палуан күресіне де кезек келеді. Кесек денелі, еңгезердей біреу жиналған жұрт ортасында малдас құрып отырады. Онымен күресуге ешкім шықпайды. Мұқанның қожайыны жылқышысына қарап, «Мұқан, осы палуанмен сен күрессің қайтеді. Күшті асса жығыларсың, әйтпесе жығарсың» депті. Мұқан келіседі. Олар бірден ұстаса кетеді. Алғашында татар палуаны бейтаныс қара торы жігітті өзіне тартып, үйіріп әкетуге тырысады. Бірақ оған қарсыласы илге қоймайды. Палуан бетіне бір қарап қойып қимылға кіріседі. Билеп әкету қиынға соғады. Олай дөңгелетіп, бұлай дөңгелетіп болмаған соң әрекет жасайды. Осы кезде Мұқан алпамсадай зор денелі татар палуанын іштен шалып, топ еткізеді. Күшіне сүйсінген татар палуаны тұра салып, Мұқанның күрес аренасына шығу керектігін,
өзінің көмектесуге даяр екендігін айтады. Ақырында соның көмегімен Петербургтағы французша күрестің курсына келіп түседі. Бір жылдан кейін Мұқан цирк аренасына шығуға жолдама алады. Сайын далаң, өзің анаң, өз әкең, сол далаға тартпай туған аз екен. Осындайда ұл табалам дегендей, тапқан сені қазекең. Туған жерің тұлабойға құйып қан, темір қолың тиген жерін ұйытқан, абырой боп албастының өзінде ала түстің иықтан. Көк орайда түрсе бабаң балағын, майдан қылдың кілемін сен қаланың, сен әуп десең түйілетін тас болып, далаң жеңді сен жеңсең. Тау көтерсең қарың сенің талмапты, сондай күшпен ата бабаң мал бақты, саған арнап құйған шойын ескерткіш болмас сенен салмақты. Сайын далаң, өзің анаң, өз әкең, сол далаға тартпай туған аз екен. Осындайда ұл табалам дегендей, тапқан сені қазекең. Қадыр Мырзалиев. Бір бармағының өзі біздің 5 бармағымыздай жуан болады. Бұлшық еттері бөлектеніп сыртқа теуіп тұратын. Ал қолы күректей еді. Үкімет басында жүрген жаңа Сәкен Сайфуллин, Бейімбет Малин, Ілияс Жансүгіров деген ағаларымыз, сол кісілердің барлығы осы қазақ елінің үкімет басшысында отырған кісілер ғой. Сонда бұл атаға қолқа салады. Атаның өзінің аузына айтқаны. Сол кісілермен бірге жүріп, мен ту ұстаушы болдым сол кісілердің мекемесінде. Сонымен елді араладық дейді. Елді аралап жүрген жылдарында осының көп жерлерде мектеп, больница ашылады бұлардың арқасында. Кеңес өкіметінің насихаттап, оларды түсіндіру жұмыстар жүреді. Өкіметке біршама пайда тиеді. Сол кезде бұл кісінің еңбегін бағалап, Сәкен Сайфуллин қазақ даласының батыр деген атақ береді Қажекеңе. Кейін 36-37 жылдары бәрі ұсталды ғой. Халық жауы болып, Сәкен ұсталды, Бейімбет ұсталды. Жаңағы көптеген қазақтың зиялы азаматтары қамалып жатты ғой. Сол заманда, сол уақытта бұл кісіні де қамайды. Бұл Ақпатшаның палуаны деген неге жаңағыдай жабылады. Жала емес, енді Ақпатшаның заманында күрескен ғой бұл кісі енді. Ақпатшаның палуаны, бұл Ақпатшаны насихаттаған адамдар, бұл да халық жауы деп бұл кісі де қамады. Сонда бұл атаның өз аузынан айтылған әңгіме, өз бастарын бәйгеге тіге отырып, Сәкендер, Бейімбеттер бұл кісіні түрмеден қашып кетуіне ықпал жасайды. Сонда бұл ата бала шағаны бәрін тастап, бір түнде ел асып қашады ұяқтан. Қажымқанның тұңғыш рет әлемдік деңгейде көрінген шағы 1906 жыл еді. Ол Алманияда өткен дүниежүзілік сайыста әлем чемпионы атанады. Бірақ орыс әкімшілігіне бұр ана халықтың атын шығарған палуан онша ұнай қоймайды. Сол үшінде Қажымұқан орыс палуандарының атымен күресуге мәжбүр болды. Қажымұқанға неше түрлі лақап аттар беріледі. Сол кездегі саясат бойынша бізде тек орыстар ғана емес, жапондықтар да күреседі деген жарнамалар жасалып, Қажымұқанды Ямагата Мухонури деген лақап атпен күрестіреді. Сонымен қатар Мухан, Иван Черный сияқты лақап есімдері болған. 1909 жылғы халықаралық палуандар жарысына ол Қара Мұстафа деген атпен шыққан. Сөйтіп бүкіл дүние жүзіне Мұқанның неше түрлі лақап аттары тарай бастайды. Бұл кез менің күреске тоймайтын, күреспесем, жықпасам тағат тауып отыра алмайтын кезім болатын дейтін еді Қажекең. Дардай болған кезімізде сонда жаңа ойын сауық құрды. Ойын сауық құрғанда сол мектептің айналасына құрды. Жаңағы анау мына он темір құсаған темірді жаңағы сол беліне орайды. Сосын мына иығына салып, мына адамдар неғып жүр ғой, басы батыр, майыстыр батыр. Мына яғында 4 адам, яғын 4 адам 8, одан да көп па білмеймін әйтеуір. Сол мынараға әкеледі жаңағы майыстыр, мына иығына салып.
сосын мына белін орайды. Темірді да. Содан кейін мына төбесіне 7 қыш қойып, ана қысты бүйтіп көтеріп тұрады. Сөйтіп балғамен ұрып сындырады. Кертік бір дәу тас болады кәдімгі. Ат зорға тартатұғын. Соны мына ішіне қойып, кувалмен ұрып сындырады жаңа. Сосын Ақтөбеде ана 4 сатысы бар арбаны білесіңдер ғой, қазақтың балдарысыңдар ғой. Сол арбаға қанша мінгенін білмеймін, санағанымыз жоқ. Санауға да жастаумыз ба білмеймін әйтеуір. Мен де жабысқам жаңа арбаға. Жаңа арқамда екі иығына салып, арбаны тартып айналып шықты. Стадионда. Ізі түсіп қалды. Осындай кез ғой, қазір қатты ғой жел. Сосын ауқат ішкенде, жаңағы сіздің ішкеніңізді ішет, менің ішкенімді ішет. Ал енді ерегісі бір қойдың етін жеп қояды. 1914 жылы Қажымұқан көптеген халықаралық чемпионаттар арқылы өзіне бұрыннан таныс Нижний Новгород қаласына келеді. Оның бұл жолғы негізгі қарсыласы Вестергард Шмидт тәжірибелі палуан ғана емес, алаяқ ретінде де танымал болатын. Бұл кездесудің өз пайдасына шешілмейтіндігіне көз жеткен ол, Қажымұқанның мүмкіншілігі жетпейтін шарт ұсынады. Неміс палуаны Қажымұқанмен тек жеке жүлде үшін күресетіндігін жұртқа мәлімдейді. Жүлдені ол 100 сомға бағалайды. Амалы таусылған Қажымұқанның соңғы үміті өзін жақсы танитын новгородтықтарда еді. Көп өтпей топ ішінен 2 жас жігіт шығады да арбитрге 100 сом ақша ұсынады. Бұл екеуі Қажымұқанның жерлестері семейлік ағайынды Нұрлан және Абдолла Еспергеновтер еді. Сайыс барлық жағынан принципті еді. Қажымұқанның темір тегеуріне төтеп бере алмаған неміс палуаны көп ұзамай жауырынымен жер қабады. Қажекең 130 келі. И о кісі 3 рет чемпион, бірінші классикадан, мынау грек-рим дейді. Екінші француз күресінен, это вольная борьба дейді. Үшінші джиу-джитсу, ол жапон күресі. Соның үшеуінің не Қажекең чемпионы. Поддубный менен Қажымұқан 4 рет кездеседі. Біріншісі Санкт-Петербургта Форс паркінде, ол дегенің 1906 жылы кездеседі. Бірін-бірі жеңе алмайды. Содан кейін 13-ші жылы, 1913 жылы Орелда кездеседі. Орелда дегеніңіз бірін-бірі тағы да жеңе алмайды. Үшіншісі айтпай қойайын. Төртіншісі Тбилисида. Тбилисида Алекс Аберг, Ципс, сосын Қажымұқан шоуы, Поддубный шоуы бірін-бірі жеңе алмай, бірінші орынды шоуына бөліп береді. Бүгін спорттық атлетикалық үлкен көрініс. Атақты палуан Қажымұқанның құрметіне бенефис болады. Барлық әртістер қатысады. Бүгін Қажымұқан мырза кеудесіне бөрене ұстап, оған 40 адам отырғызып, 200 пұт салмақты көтеріп тұрады. Қажымұқанның үстінен адамдар телген 6 күйме өтеді, және тағы басқалар. Бұл жазылған жарнама 1916 жылы Орынборда Қажымұқанның құрметіне ұйымдастырылған үлкен сый құрмет болды. Ол кезде бенефис тек дүниежүзі чемпиондарының құрметіне өткізілетін кешеді. Барлық түскен қаражат сол ардақты палуанның өзіне берілетін. Осы чемпионатта Қажымұқаннан кейін әлем чемпиондары Иван Го, Лассартес, Скуль құрметіне ғана бенефис өткізілді. Көп естеліктерде қажылығы туралы аңыз, Совет үкіметі кезінде қажы болсын, молла болсын, ол дегенің анауағы ненің кеңес үкіметінің жақтайтын адамдар емес, оны жек көреді. Сондықтан ол кісі шын қажылығын жасырған. Ал енді қажылығын жасырып,
өзінің шығарған ертегісі. Түрік балуан Түркияда Нұрлы деген атты балуанын жауырыны бұрын жер иіскемеген. Соны жыққаннан кейін маған түрік халқы Қажы атағын берді деп шығарған. Ал расында Қажыға барған Стамбулда өздерінің орыс палуандары, ішінде Қажекең бар, сонда дегенін күресіп, сонда кім Қажекең сол халыққа ұнап, содан дегеніңіз паша, генерал бір, сосын бар Байур деген молласы, мүфтима, келіп Қажымұқанды құттықтайды, паша айтады, генерал ғой, менің беретінім түк көтірмейді, ал енді сізге мына мүфти молла, Байур молланың берейін деп отқаны күшті дүние. Біз жуырда Қажыға барамыз, қажылыққа сізді алып барамыз, ал енді ақысын оған абыржымаңыз деп. Сөйтіп Қажыға барады, Қажыға барып барлық дәстүрін жасайды. Содан кейін сол Қажы атағын алған. Қажымұқанның тағы бір ерекшелігі бар еді. Ол қашанда жойқын шабуыл жасап, өз қарсыластарының есін шығаратын. Әсіресе ол қапсыра ұстағанда кімнің де болса босанып шығуы қиынға соғатын. Кәсіби палуандардың көпшілігі Қажымұқанды ыңғайсыз палуан деп, осы қылық үшін оған қарсы шығуға тайсақтап тұратынды. Қазақ палуанының осындай бір ерекшелігі кейбір аузы жеңіл журналистердің тағы, долы, аяушылықты білмейді деп сипаттауына түрткі болған. Ал Қажымұқан үшін ең өкініштісі оның күрес ережелерін бұзған спортшы ретінде талай рет жарыстан шығарылып тасталуы еді. Болып өстім несібем менің түзден, кім бар екен елінен күдер үзген. Есіме туған елім түскен уақта, жас томалап түседі екі көздеп. Мен соны Петроград, Париж, Стамбулда жүріп ақ, ел ойыма түссе жылай салатынмын. Қазақтың тілін, әнін сағынушем кілеңдейтін Қажымұқан өз отанның нағыз патриоты болды. Туған халқынан ешқашан қолзып көрген емес. Шығыс елдерінде оны мұсылманның аса күшті палуаны атап, оны алда барбап, өз қолдарына түсірмекші де болды. Бірақ ешқандай байлық оны жолынан тайдыра алмады. Ол әрқашан өз еліне оралып отырады. Бір тарихи әңгіме, мына осы Алматының тұрғыны Николай Кудрявцев деген орыс кісі 70-ші жылдар осында жүргенде бір үйінде 32 килограммдық бұрынғы атлетикалық гир бар екен. Сыртында жаңағы атлеттің суреті салынған. Сосын ол кісі айтты, осы сендер Қажымұқанды білесіңдер ғой еді. Со Қажымұқан деді, мына гирдің Қажымұқанның өміріне тікелей қатысы болмаса да, бұлай осы жайында бір әңгіме айтып берейін деп, сонда ол кісінің әкелері 1900 жылдары ма, сонда мына Саратовта тұрған екен. Саратовта тұрғанда сол бір палуандар келіп, цирктің жаңағы нелері, гирлері сол пойыздың алдына біреу арбамен әкелді дейді. Арбамен әкелгеннен кейін вагонға тиеу керек қой. Вагонның есігі ар жағында болды дейді. Ар жағында болған дейін 5-6 гир әгі, 32 килограммдық. Сосын оны біреуін екі адам көтеріп, анау нені составты түгел айналу керек қой ол үшін. Сонда Қажымұқан айтты дейді, ана Қажымұқанды сонда менің әкем көріпті дейді, ана кісі айтады. Сонда мына гирлерді мен пойыздан мына вагоннан асырып лақтырам, сен ар жақтарында тұрыңдар. Ар жақтан адам болмасын, ана сосын бастарына түсіп кету керек қой. Сонда әгі Қажымұқан ана жаққа ел барып, әгі цирктің артистері составтың ар жағына шығып, есігі жағына шығып. Сосын Қажымұқан мына жақтан жаңағы гирлерді кәдімгі шейін алма сияқты лақтырыпты, 5-6 гирді.
Сондағы әкесі таңғалып, сол Сараттың өзінің тұрғыны екен. Кейіннен сондай бір сол заманда сол әлгі 32 килограммдық ерді өзі сатып алыпты. КСРО қорғаныс комитетіне жоғарғы бас қолбасшы Сталин жолдасқа: мен қазақ халқының атақты палуаны Қажымұқан Мұңайтпасов өзімнің тапқан табысымнан 100 000 сом ақшаны Совет армиясының пайдасына беріп отырмын. Сол ақшаға ұшақ жасатуды өтінем. Сөйтіп ұшақты майданға ең жақсы қазақ ұшқышқа табыс етуді сұрайын. Советтік отанның жеңісіне тілектестікпен, Қажымұқан Мұңайтпасов. Поддубныйдың дағы, Қажымұқанның дағы биографиясын бұлардың жақсы білеміз. Кім? Қажекең Поддубныйға қарағанда әжептәуір көп шаруасы деген. Екеуі де 41-ші жылы циркті кәсіпқой өнерін қойып, пенсияға шыққан сияқты. Ал енді кім? Поддубный соғыс уақытында Ейск деген қалада тұрған, Украинада. Ейскте немістер жаулап алған жер. Сонда дегенің немістер Поддубныйға лұқсат берген, военный госпитальдер бар ғой немістердің. Соғыс ауруханасы. Соған дегеніңіз бильярд ашуға рұқсат берген. Сонда Поддубный бильярд ашып, соны сөйтіп аман қалған. Германияға айдалмай. Ал енді Қажекең сол 41-ші жыл не істеді десейші. 41-43 жылдары. Ол кісі дегенің ойын, сауық жасап, өзі үстінен машина жүргізіп, кеудесіне тас қойдырып, оны ұрып, суреттеріне дейін бар. Сол жинаған ақшасына 100 000 Сталинге жіберген. Сталинге жіберіп, Сталиннан телеграмма келеді. Сіздің Совет армиясының жеңісіне қосқан бұл үлесіңіз аса зор үлес. Отанын, елін, халқын шын сүйген азаматтық ерлік. Совет армиясына сіз сыйлаған жауынгер ұшақ қазірдің өзінде 9 мәрте тапсырма орындап қайтты. Бәрі де табысты болды. Жаудың әскери техникасы мен қарулы күшін жоюда ерекше көзге түсті. Қазақ өзінің маңдайына біткен ұлдарын аса құрметтеп, оларды әулие санап, соларға тартсын деп, балаларының аузына түкіртіп, аяғының арасынан өткізіп алып жататыны бар. Бір күні Қажекең өзінен өзі қарқылдап күлді. Қариялар неге күлдің деп сұраса, Қажекең оларға: бір кемпір мен бір жас әйел науқас баласын маған түкіртеміз, сол ем болады деп алып келе жатыр. Мен тәуіп, қожа, молда, бақсы емеспін ғой, соған күлдім деп жауап қатты. Көп өтпей, жас әйел баласын алып, енесін ертіп келеді. Қажекең жас баланы ұшықтап, желбегей жамылып отырған шапанның жеңінен өткізіп берді. Сол бала кейін ауруынан айығып кетсе керек. Кейде халықтың осындай қылықтарынан налитын Қажекең: мен бақсы балгер емеспін деп ашуланатын көрінеді деп жазады естелігінде Сәлімбай Ахмет. Бірде Қажекең жас кезі болса керек. Шетелден абыроймен оралып, Семейден Қараөткелге аттанғалы жатқанда, бейтаныс бір жас жігіт Қажекеңді шақырып, қайығына салып, ертістің толқынына қарсы жүзе аралға алып шығып, мал сойып, қонақ қылып, белдесуге шақырады. Қажекең жігітті олай сілтеп, бұлай сілтеп, қозғалта алмайды. Өз кезегін алған жігіт Қажекеңді «әу» деп көтеріп алып, ұршықша иіріп әкеліп, кілемнің үстіне тік қояды. Өмірінде мұндай жағдайда болатынын білмеген Қажекең: мен көрген ең күшті адам осы деп таңғалыпты деседі. Қазақ даласының батыры Қажымұқан 60-қа жуық елді аралап, неше дүркін дүниежүзілік және Европаның чемпионы атанып,
50-ге жуық медаль алған. Мен бұдан да жаман кезді талай-талай құқайды көп көрген адаммын. Аштықта, жалаңаштықта бастан өткен. Бір кезде нан тапшы боп, күресте алған алтын, күміс медальдарымды қазынаның комиссиондық магазиніне өткізіп, нанға, ұнға талон алдым. Сол кезде мен өз халқымның алтын, күміс тас екен, арпа, бидай ас екен деген сөзінің мәнін түсінгендей. Талай-талай мықтымен тайталасып, оның жолын ұрпағы қайталасын. Қажымұқандай ұл туған қазағымды күштен кем деп қалай шайталасың. Достарына құшағын айқарашып, жомарттығын ұрпағы қайталасын. Қажымұқандай ұл туған қазағымды мәрт емес деп қалай шайталасың. Тау көтерген қажекем кеудесімен, сөйтіп талай тандырған елдесінен, сұңқар жігіт сұқтантты сұлуларды тұлпар мініп жастықтың кермесінен. Белдескенің бәрінде жыға берген, тең табылмай өзіне мына әлемнен, шауып өткен бір кезде кең даласын, даңқ деген құламас құлагермен. Бөліп берген олжасын бар адамға, алғыс алып анадан, ағадан да, қажекеңді көргендер бақыттырақ, көрмей қалған біздерге қарағанда. Қайраты мен айтқандай еліне ақыл, қате айтпайды, ол айтса бәрі мақұл. Батыр аңғал деген ғой, әйтпегенде ажалға да жықтырмас еді батыр. Тұманбай Молдағалиев.